Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін біз мемлекеттік қызметке түсем дейтін кандидаттардың толғандырған сұрақтарына жауап беру мақсатында бейнежазба жариялап отырмыз. Бұл бейнежазбада біз мемлекеттік қызметке түскісі келетін кандидаттардан келіп түсетін жиі орын алатын мәселелер, сұрақтар бойынша жауаптарды ұсынып отырмыз. Ең бірінші сұрақ ол мемлекеттік қызметке түсу үшін ең алдымен не істеу керек? Өздеріңізге белгілі болғандай, мемлекеттік қызметке түсу Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы заңына сәйкес конкурстық негізде іске асырылады. Яғни мемлекеттік қызметке алғаш рет кірген азаматтар конкурстық негізде жалпы конкурсқа қатысып мемлекеттік қызметке тұра алады. Сол себепті конкурсқа қатысу үшін ең алдымен тестілеу бағдарламасын таңдау керек. Содан кейін Қазақстан Республикасының заңнамасын, мемлекеттік тілді және жеке қасиеттерін бағалау бойынша тестілеуден өту қажет. Келесі сұрақ ол тестілеу бағдарламасын қалай таңдауға болады? Әкімшілік мемлекеттік қызметке түсуге арналған тестілеу 3 бағдарламадан тұрады. Бұл бағдарламамен мемлекеттік қызмет істері агенттігінің сайтында, егов порталында не болмаса халыққа қызмет көрсету орталықтарында танысуға болады. Не болмаса тестілеу бағдарламасымен танысуға арналған арнайы сілтемені осы бейнежазбаның сипаттамасына енгізіп қоямыз. Сол жерден қарай аласыздар. Тиісті бағдарламаны таңдағаннан кейін кандидат тестілеуге жазылуы тиіс. Тестілеуге қалай жазылуға болады деген сұрақтар қойылып жатады. Анда-санда бізге департаментке кандидаттар келеді, біз оларға тестілеуге жазылуға көмектесеміз. Тестілеуге жазылу егов порталы арқылы іске асырылады. Ол үшін азаматтың электрондық цифрлық қолтаңбасы болу керек, не болмаса ол мобильді азаматтар базасында тіркелген болуы тиіс. Тестілеуге жазылған кезде азамат өзіне қолайлы күнді және уақытты өзі таңдайды. Тестілеу залы жұмыс күндері, яғни дүйсенбіден жұмаға дейін, таңғы сағат 9-дан кешкі сағат 6:30-ға дейін жұмыс істейді. Тестілеуге жазылуды қадам-қадаммен көрсететін арнайы бейнежаднама бар. Оның сілтемесін осы бейнежазбаның сипаттамасына енгіземіз. Тестілеуден өте алмасам не болады деп кандидаттар сұрақ қойып жатады. Бұл сұраққа жауап беретін болсақ, тестілеу нәтижесі бойынша қажетті балды жинай алмаған кандидат тестілеуді қайтадан 15 күнтізбелік күннен кейін тапсыра алады. Егер де кандидат тестілеу барысында тыйым салынған заттарды, оның ішінде ұялы телефонды, тағы да басқа заттарды қолданғысы келіп, не болмаса басқа да тәсілдермен өзге адамдардың көмегін пайдаланғысы келіп, ереже, яғни талаптарды бұзған жағдайда, онда кандидаттар тестілеу мүмкіндігінен 6 айға айырылады. Сонымен қатар тестілеуден сәтті өткен кандидаттар болса, олар бос лауазымдар туралы хабарландырулармен танысады да, ары қарай конкурстарға қатыса алады. Тағы да бір сұрақ, ол бос лауазымдар туралы хабарландыруларды қай жерден көреміз, қалай көреміз, қайдан табамыз деген сұрақтар туындап жатады. Бұл сұраққа жауап беретін болсақ, негізі барлық хабарландырулар бізде агенттіктің, яғни Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің ресми сайтында жарияланады. Әрбір конкурс туралы хабарландыруда кандидаттардың біліміне қойылатын талаптары, байланыс деректері, құжат тапсыруға арналған электрондық почта, қажетті басқа да мәліметтер көрсетіледі. Қажетті хабарландыруды тапқаннан кейін кандидат конкурсқа өзінің құжаттарын тапсыра алады. Агенттіктің сайтындағы бос лауазымдар туралы хабарландырулардың сілтемесі, яғни сол бөлімнің сілтемесі осы бейнежазбаның сипаттамасында. Қандай құжаттар қажет және оларды қалай тапсырамыз деген сұрақтар туындап жатады. Бүгінгі таңда конкурсқа қатысу үшін тапсырылатын құжаттар тізімі қысқарған. Конкурсқа қатысу үшін бар болғаны өтініш, қызметтік тізім және білім туралы құжат. Оның, яғни білім туралы құжат пен оның қосымшасының нотариалды куәландырылған көшірмелері.
қажет. Яғни осы 3 құжат қана қажет. Кандидат өзінің құжаттарын почта арқылы, егов портал арқылы, не болмаса мемлекеттік органға келіп қолма-қол тәртіпте тапсыра алады. Құжаттарды қабылдау мерзімі 7 жұмыс күнін құрайды. Ол жалпы конкурс өткізу туралы хабарландыру уәкілетті органның интернет ресурсында жарияланған күннен бастап, келесі жұмыс күнінен бастап есептеледі. Яғни конкурсқа құжат тапсырып, содан кейін конкурстан өтіп жатқан кандидаттар конкурс нәтижесін қалай біле аламыз дейді. Конкурс комиссиясының шешімі және конкурс комиссиясының оң қорытындысын алған кандидаттардың тізімі кандидаттармен әңгімелесу аяқталғаннан кейін бір жұмыс күні ішінде сол мемлекеттік органның ресми интернет ресурсында орналастырылады. Лауазымға конкурс комиссиясының хатшысы әңгімелесуден өткен кандидаттарға конкурс нәтижесі туралы әңгімелесу аяқталғаннан кейін 2 жұмыс күні ішінде өзі хабарлайды. Лауазымға қашан және қалай тағайындаламыз деп сұрап жатады. Бұл сұраққа жауап беретін болсақ, конкурс комиссиясының шешімі қабылданған күннен бастап 5 жұмыс күні өткеннен кейін жеңімпаз атанған кандидат лауазымға қабылданады. Егерде конкурсқа бір ғана кандидат қатысып жатса және ол жеңімпаз атанса, онда ол конкурс комиссиясының қорытынды отырысы өткеннен кейін бірден тағайындала алады, қабылдана алады жұмысқа. Жалпы бізге келіп түсетін жиі қойылатын сұрақтар осы. Егерде өздеріңізде бір қосымша сұрақтар туындап жатса, онда осы видеоның астына комментарий ретінде қалдыра аласыздар. Не болмаса, біздің жұмыс телефонымыз 518132. Осы телефонға хабарласуға болады жұмыс уақытында. Не болмаса, біздің әлеуметтік желілердегі парақшаларға хабарлама жіберуге болады. Біз жұмыс уақытында міндетті түрде сіздерге жауап береміз.